Kaytadan şu tiken şapkanға шықтық қой. Мынау тикендер қалды. Мынау жерлер орып болып, мына жаққа өтеміз. Бұйырса. Жұмысқа шықтық, жұмысқа. Шабындық жанымызда. Шабамыз, лақтырамыз. Әдемі жейді екен. Болды бұйырса. Көзіме көрінгенді орып әкеп тастай берейін. Мына маңай бітсе дала бар дегендей. Биыл шөп жақсы ғой шүкір. Шаяқты мотоцикл аман болса, марқұм әке шешем берген қолғабым аман болса, әкесін танытамыз. Жейді, неге жемейді дегенде. Шөп дегенде әкесін танытып жейді. Так, біраз жерді қырып салдық. Әне жерде таздың төбеліндейді қалдырып қойдым. Тікен жақсы өседі, өссін біраз деп. Құлашпай тұрып орып алам оны. Қалған тікенді қырып салдық. Енді мына жақ көтеміз. Алла қаласа. Жұмысы жоқ, қарны тоқ, аздығар адам баласын. Бұйыртса міне жасап жатырмыз. Енді қатты бір терлеп шаршап жатқанымыз жоқ. Жай демалыспен қосып алып, намазыма қосып алып, барлығын бірге ақырын алып келеміз. Адам бекер қалған кездерде өзін өзі тазартуға еңбек, қазақы терме, намаз солар көмектеседі. Тегін қалсаң бәрібірде, жұмыссыз қалсаң, бекер қалсаң бәрібірде, шайтан деген бәле азғырады. Сол үшін жұмыс, терме, қазақы ән, терме тыңдап, рухты көтеріп, жан мен тәнді тазартып жатырмыз. Алла қаласа. Шүкір осыған. Бас аман ден сау. Бұйырса бәрі жақсы болады. Өзгермейді дегеннің тілін кесерім деген екен. Адам өзгермейді, адамды өзгертуге болмайды деген адамның тілін кесем деген екен. Айгылы психолог, айгылы педагог, атын ұмытып тұрмын. Демек, өзгеруге болады демекші ғой. Өзгермейді деген ол. Болмаған әңгіме. Алла қаласа бір-ақ күнде, бір-ақ сағатта барлығын жақсы жағына өзгертіп қоюға болады. Алла қаласа адам өзі оянса, барлығын өзгертуге болады. Бұл ақиқат. Мен бұйыртса өзгере бастадым. Мен өзгердім десем де болады.